Сәлем достар, 14-те 12-ші есеп. Бізге берілгенде D берілді, AN берілді, SN берілді. Бізге A1 мен N-ді табыңдар деді. Так, A1-ді табу үшін мен мына AN мүшесінің формуласы бар ғой, A1 плюс N минус 1D дегенді осы арқылы A1-ді өрнектеп аламын. Яғни қараңыздар, мына A1-ді жазсам, A1 плюс деймін, N минус 1 менде белгісіз, N минус 1 деп жазып қоямын. D дегені менде 3 беріліп тұр, көбейту 3 тең болады. AN-нің орнына мен мына беріліп тұр, AN 59-ды қоямын. Мен осылай A1-ді өрнектеп аламын. Сонда A1 плюс жақшаны ашып жіберетін болсам, 3N минус 3 тең болады 59. Так, A1 плюс 3N, минус 3-ті шығарып жіберсем тең болады 59 плюс 3, 62 болады. Так, бұдан A1-ді өрнектесем, A1 тең болады 62 минус 3-ді шығарып жіберейік, минус 3. Мына біз A1-ді өрнектеп алдық. Енді A1 менде бар, өрнектедім. Енді мен SN-ді табайын. Яғни SN, так, SN менде беріліп тұр ғой, 603. Так, мен бірінші мұнаны бөлшегін жазып алайын бірінші. A1-дің орнына мұна 62 минус 3N-ді қоямын. N-нің орнына мұна 59-ді қоямын. Плюс 59 бөлемін 2-ге, көбейтемін N. N менде жоқ. SN. Ол тең SN-ға қой. SN-нің орнына 603-ді қоямын. Так, сонда менде үстінде 62 плюс 59 дегенім. Есептейік қанша шығатын? 62 плюс 59 дегенім. Ол менде 121 шығады екен. 121 минус 3N бөлінген 2 көбейтемін N тең болады 603-ке. Мына 2-ні 603-ке көбейту жіберемін. Сонда, мына жерде, мынаны былай қарай жазам, жақшаның ішінде 121 минус 3N көбейтілген N-ім бар ғой, мына жерде. Мынаны былай қайшылатып көбейту жіберсем, 603-ті 2-ке көбейту жіберсем, 603 көбейту 2 десем, 1206 болады екен, 1206. Жақшаны ашып жіберейік, сонда 121N минус 3N квадрат. 1206-на былай қарай көшірсек, минус 1206 болады, тең болады 0-ге. Так, дәрежелермен жазайық. Бірінші N квадратты жазайық, одан кейін 121N-ді жазайық, одан кейін 1206-ны жазайық, тең болады 0-ге. Мына квадраттың минусынан арылуымыз керек, сондықтан минус 1-ге көбейтем. Сонда 3N квадрат минус 121N плюс 1206 болады, 121N плюс 1206 тең болады 0 болады. Так, бұл бізде квадраттық функция, дискриминант, квадраттық теңдеу, то есть осыдан дискриминант табатын болса, дискриминант формуласы естеріңізде, b квадрат минус 4ac, яғни b квадрат деп отырған минус 121-дің квадраты көрек неше шығады екен? 121 көбейтемін 121, 14641 дейді. 14641 минус 4 көбейту A дегенім 3-ке тең, көбейту S дегенім 1206-ға тең. Тең болады 14641 минус, так, 4-ті көбейтемін 3-ке, оны көбейтем 1206-ға. Сонда 14472 шықты. Минус 14472 шықты. Осыдан 14641 алып тастасам, 14641 алып тастасам, 169 шығады екен. 169 ол бізде, 169 ол бізде 13-тің квадраты. Так, енді дискриминант таптық, N1 мен N2-ні табамыз, N1-ді табайық. N1-дің формуласы минус V плюс минусты бір астында дискриминант бөлінген 2a еді, яғни минус v деп отырған, менде минус 121 болса, мен оны плюспен алам, мына минусы болғанда таңба осады. Плюсын алсақ, дискриминант 169-ның түбірі бірден жазайық, 13 бөлінген 2 көбейту a дегенім 3-ке тең. Тең болады, 121-ге 13-ті қоссақ, так, 134 бөлемін 6-ға. 134 6-ға бөлінем екен. Көрейік, бөлінбейді екен, 22-де 3 болады екен. 22-де 3. Так, достар, N дегеніміз біз не еді жалпы? N дегеніміз ол бізде жаңағы санайтын мүшесі еді, яғни N дегеніміз A1, A2 деп айтамыз ғой.
n дегеніміз мүшесі, мысалы бірінші мүшесі, екінші мүшесі деген сияқты, ол бізді n деп белгілейміз. Біздер білеміз, санау үшін қолданылады қандай сандар? Натурал сандар ғана қолданылады. Біз мысалға екінші мүшесі, үшінші ручка, төртінші ручка деп айтамыз, мысалға. Но 22-де үшінші ручка деп айтпаймыз ғой, дұрыс па? Сондықтан 22-де 3 дегенді біз бұны пайдаланбаймыз. Неге? Себебі ол натурал сан емес. Бізге міндетті түрде натурал сан болу керек n дегеніміз. Сондықтан n2-ні қараймын. n2-ні қараймын. Тоже солай есептемеймін. Мына жерде енді мына плюстың орнына минусты қоя салам ғой. 121 минус 13 бөлінген 6 деймін. Енді осыны есептеп көрейік. 121 минус 13, 108 бөлемін 6-ға, 18. Міне 18 ол менде натурал сан. 18-ші ручка, 18-ші дәптер деп мен айта аламын, иә? Сондықтан мен тек қана 18-ді пайдаланамын. Все, біз n-ді таптық. Енді менің шартымда n-ді табу керек болды. n-ді таптым, иә? Бұл менде 18-ге тең болды. Мына n-ді таптық, 18-ге тең болды. Енді маған a1-ды табу керек еді ғой. a1-дың формуласы қайда тұр? Менде мен жаңа өрнектеп қойғаным мында тұр. Яғни a1 тең болады 62 минус 3 көбейту мына n-нің орнына. Енді мен 18-ді қоямын. Тең болады 62 минус 18 көбейту 3, 54 береді. Так, сонда 6, a1 8-ге тең болады. Все, жауабы a1 тең болады 8-ге, n тең болады 18-ге болды. Так, келесі екіншісін шығарайық. d тең минус 5-ге, an тең болады минус 8-ге, sn тең болады 30-ға дейді. Так, бұл жерде де бізге a1 мен n-ді табу керек болады. an формуласы арқылы a1-ді өрнектеп алайық. Яғни n формуласы тағы да жазып қояйын. a1 плюс n минус 1-ді. Мына a1-ді жазамын, плюс n минус 1-ді жазып қоямын. Пока ол менде жоқ. d дегені минус 5-ге тең. Тең болады. an дегенім мына минус 8-ге тең. Сонда a1, мына жақшаны ашып жіберсем, n минус 5-ке өтсе минус 5n болады. Минус 1-ді минус 5-ке өтсем, плюс 5 болады. Тең болады минус 8-ге. Так, a1 минус 5n, 5-ді мында шығарып жіберем. Сонда минус 8 минус 5 болады. Ол менде минус 13-ке тең ғой, 13 болады. Так, a1 тең болады. Сонда минус 13, мына минус 5 шығарсам, плюс 5n болып шығады. Немесе плюс 5n минус 13 деп жаза қояйық, иә? Мына a1-ды өрнектеп алдық. Енді мен sn-нің формуласына салам. sn-нің формуласы a1 плюс an бөлінген 2 көбейту n еді. Яғни sn деп ғой. Бірінші мына бөлшекті жазайық. a1-дың орнына 5n минус 13-ті қоям. an мінде беріліп тұр минус 8 бөлемін 2-ге көбейтемін n-ға тең болады. Енді sn дегені менде 30-ға тең екен. Так, мына жерде өрнектеп жіберсек 5n 13-ті 8-ге қоса минус 21, минус 21 бөлінген 2 көбейту n тең болады 30-ға. Так, мына 2-ні мен 30-ға көбейтіп жіберейін. Сонда менде 5n минус 21 көбейту n қалады мына жерде, тең болады 60-ға дейік. Так, жақшаны ашып жіберсем 5n квадрат минус 21n, 60-та былай қарай минус 60 деп көшірейік, тең болады 0-ге. Енді дискриминант табатын болса, дискриминант 21-дің квадраты 441, 21 көбейту 21, 441, минус 4асы, яғни 4 көбейту 5 көбейтілген минус 60, тең болады 441. Мына минус пен мына плюсті береді, плюс мына жерде 4-ті 5-ке өтсем 20, 20-ны 60-қа көбейтсем 1200 болады, 1200, екеуін қоссам 1641 болады. 1641-дің түбірі бар мекен көрейік. 1641-дің түбірі. Достар, 1641-дің түбірі жоқ. Шамамен 40-та 5 шығып тұр. Бұл дегеніміз, бұл есептің шартында қате бар деген сөз. Яғни бұл есеп шықпайды бізде. Қате шығады.
да келесі үшіншісіне көшеміз. Бұл жерде d тең болады 2-ге, an тең болады 49-ға, sn тең болады 702-ге дейді. Так, жаңағыдай an формуласы арқылы a1-ді табыламыз. Формуланы жазбаймын, жаңадан бері көрсетіп жатырмын. a1 плюс n минус 1 көбейтілген d ғой, d-ның орнына 2-ні қоямын. Тең болады an дегенім 49. a1 плюс жақшаны ашып берем 2n минус 1 тең болады, минус 2 тең болады 49-ға. Бұдан a1 плюс 2n минус 2-ні шығарып жіберейін, сонда 51 болады 49 плюс 2. Бұдан a1-ді тауып алсам, ол 51 минус 2n-ға тең болады. Енді бұны мен sn-нің формуласын салып жіберетін болсам, a1-ді жазам 51 минус 2n плюс an дегенім 49, бөлемін 2-ге көбейтемін n-ға, ол менде тең болу керек 702-ге. Мен мына үстіндегісін ықшамдап жіберсем, 51-ді 49-ға қоссам, так, 90, 100 болады, 100 минус 2n бөлу 2 көбейту n тең болады 702-ге. Так, 100 минус 2n-ді қалдырамын, көбейту n деп, мына 2-ні мынаған көбейту жіберем, сонда ол 1404 болады ғой, 1404 болады. Жақшаны ашып жіберейік. 100n минус 2n квадрат 404-ті мұнда көшірейік. Тең болады 0 дейік. Так, мынаны бірінші нелерін жазайықшы. Минус 2n квадрат жазайық, одан кейін 100n-ді жазайық, одан кейін 404-ті жазайық. Тең болады 0. Мына квадратты минустан арылу керек. Біз мынаны минус 2-ге бөліп жіберейік, барлығын минус 2-ге бөлінеді екен. Сонда n квадрат минус 50n плюс, жаңағы 702 шығады ғой, 702 тең болады 0 деп. Кішкене ыңғайлы болу үшін өзімізге да. Дискриминант тең болады, формуласын жазбаймын. Минус 50-дің квадраты 2500 болатын болар, 50 көбейту 50. 2500. Так, минус 4 көбейтілген a деген менде 1-ге тең, c дегенім 702-ге тең. Так, 4-ті 702-ге көбейтсем, 2808 шығып тұр. Бұл жерде де қате шығайын деп тұр, достар. Неге? Себебі бізде дискриминант минус 308-ге тең болып тұр. Ал бізде дискриминант минус санға тең болмау керек. Бұл жерде де есептің шартында қате бар секілді. Сондықтан бұл есеп қате болады. Келесі 4-шісін шығарайық. Бұл жерде де a1-ді өрнектеп алайық. Яғни мына формуланы жазып қояйын. an a1 плюс n минус 1 деген формула бар ғой. Осы жерден a1-ді өрнектеп аламыз. Тағы да a1 плюс n минус 1 d-ның орнына минус 7-ні көбейтемін. Тең болады an дегені минус 18-ге тең. Так, мына жерде жақшаны ашып жіберетін болсақ, n-ді минус 7-ге өтсе минус 7n болады. Минус 1-ді минус 7-ге өтсем плюс 7 тең болады минус 18-ге. Бұл жерде a1 минус 7n тең болады. 7-ні былай шығарса минус 25 болады, Бұдан a1 тең болады плюс 7n минус 25 шығады. Енді мен sn-нің формуласына саламын. Яғни sn-нің формуласы a1 плюс an бөлінген 2 көбейту n еді ғой. Осы формулаға салатын болсам, яғни a1 дегенім мына менде 7n минус 25 болды. Плюс an дегенім минус 18-дік. Бірден минус 18 дейік, бөлемін 2-ге көбейтемін n тең болады. sn дегенім минус 20-ға тең. Так, үстін өрнектеп алсақ, мына жерде 7n минус 25-ті 18-ге қоссам 43 шығады, минус 43, бөлемін 2-ге көбейтемін n-ға тең болады минус 20-ға. Мына жерде 7n минус 43 көбейту n-ді жазып қояқты. Мына 2-ні минус 20-ға көбейтсем минус 40 болады, n-ді жақшаның ішіне көбейтіп жіберсем 7n квадрат минус 43n. Мына 40-ті шығарсам плюс 40 болып шығады, тең болады 0. Мынау тағы да дискриминант табамыз. Так, b квадрат, яғни 43-тің квадраты 1849-ды береді. Минус 4 көбейту a деген 7, c деген 40, тең болады 1849, минус, так, 4 көбейтемін 7-ге, оны көбейтемін 40-ға. 1120-ны береді екен. 1120-ны береді екен. Одан 1840 тауып тастасам, 49, 729-ды береді екен.
Так, 729-ның түбірі 27 бар. Так, 729. Так, енді n1, n2-ні табамын. n1 дегенім, так, минус 43 болса, плюс 43 деп аламын. Плюс 729-ның түбірі менде 27, бірден жазайық. Бөлінген 2 көбейту a дегенім 7, е. 43-ті 27-ге қоссам, 70 болады. Оны 14-ке бөлсем, 70-ті бөлемін 14 десем, 5 шығады. Все, n1 менде 5. n2-ні таппасақ та болады. Себебі n2 натурал сан шықпайды уже. Көрейік мысалға 43 минус 27 бөлінген 14 десек. 43-тен 27-ні алсақ, мына 16 шығады. 16-ны 14-ке бөлсек, 1,1 шығады. 1,1 деген менде натурал сан емес. Сондықтан бұл шешімі емес, бұл шешімі менде тек қана n. Все, n-ді таптық. Енді менде a1 дегені мына 7n минус 21 деді қой. Яғни тең болады 7 көбейту n-нің орнына 5-ті қоямын, минус 25 деймін. Сонда 35 минус 25 ол менде 10-ды береді. Все, жауабы шықты. a1 дегені менде 10-ға тең болды, n дегені менде 5-ке тең болады екен.